сегізінші нұсқаның есептерін шығарайық. Электр шамында 220 вольт 100 ватт деп жазылған. Шамды өзіне есептелген кернеуге сәйкес кернеуі бар электр желісіне қосса, ондағы ток күші мен кедергі неге тең дейді. Номер бірінші есеп. Так, кернеу бізде беріліп тұр 220 вольт. Және қуаты беріліп тұр 100 ватт. Бізге табу керек ток күші мен кедергі. Ток күшін табу керек және кедергіні табу керек. Так, қуаттың формуласы арқылы табамыз. П тең И көбейтілген У. Осы жерден Иді табу үшін П-ны Уға бөліп жібереміз. 100 ватты бөлеміз 220 вольтқа. Нөлдерін қысқартып жүрек, 10-ды 22-ге бөліп жүрек. 10 бөлу 22 тең. 0,45. 0,45 ампер. Енді кедергіні табамыз. R-ді табу үшін Уды Иға бөлеміз. Так, орнына қоя салайық енді. 220 вольтты мына жерде бүйтіп ала салайық, қысқармайды екен өйткені. Так, 0,45 деп алайық. 220-ны 0,45-ге бөлеміз. Сонда бізде 488 Ом. 488,8 Ом. Так, келесі екінші есепті шығарайық. 220 вольт желіге қосылған. Номер 2. Номер 2 есеп. Так, У тең болады 220 вольт. Қосылған үтік орамасында ток күші тең болады 3 ампер дейді. Және қоршаған ортаға жылу бөлінеді. Бұл жердегі жылу бөлінетін жылу 8 джоульға тең. Үтік қанша уақыт қызып тұрған танытамыз. Q тең И У деген формула бар, содан таныта саламыз. Ол үшін Q-ды И көбейтілген Уға бөліп жүреміз. Есептейік, орнына қойып 800-ді 3 ампер көбейтілген 220 вольтқа. 800-ді сонда 660-қа бөлеміз. Бір бүтін оннан 2 секунд деп аламыз. Номер 3 есеп шығарайық. Так, егер кернеу 5 вольт, яғни У деген кернеу бізде 5 вольт. Және де ток күші беріліп тұр 0,2 ампер. Онда шамның қылысымынан тең болады 5 сағатта. Сағат секундқа айландырайық. Яғни бір сағатта 3600 секунд бар. 3600-ді көбейтеміз 5-ке тең. 18000 секунд екен. 18 оның 3 дәрежесіндегі секунд деп алайық. Қанша жылу бөлініп шығады, Q-ды табамыз. Так, енді мына жерге Q тең болады И У деген формула бар, соған қоямыз. 0,2 ампер көбейту 5 вольт көбейту 18 оның 3 дәрежесі секунд. Так, 0,2-ні 5-ке көбейтсек бір шығады ғой бізде. Сонда 18 оның 3 дәрежесіндегі джоуль немесе 18 килоджоуль деп алуымызға болады. Келесі номер 4 есепті шығарайық. Мына жерге орын қалдырып кеткен, 4 есептікі. Суретте бірінші шамның тұтынатын қуатын анықта. Так, енді қарайық. Номер 1, номер 4-ті қойған әжде. Бірінші шамның кедергісі 3 омға тең. Екінші шамның кедергісі 6 омға тең. Так, үшінші шамның кедергісі 10 омға тең. Үшінші шамның кернеуі 30 вольтқа тең. Так, бізге табу керек. Үшінші шамның қуатын П3-ті табу керек. Так, П3-ті табу үшін U3-дің квадратын R3-ге бөлдіреміз. Так, енді алдымен біз бірінші шамды. Сонда П3 емес. Бізде П1 болады, Мына жерде П1. Бірінші шамның қуатын сұрап тұр бізде. Сонда П1-ді табу үшін U1-ді R1-ға бөліп жүреміз. Алдымен үшінші шамдағы ток күшін табу алайық. Так.
И 3 болады. У3 бөлінген R3. Так, енді үшіге есептей салайық. И3. Так, У3 30 вольт. R3 10 Ом. Тең болады 3 ампер. И3 тең болады И1/2-ге. Тізбекте жалғанып тұр, е? Так, енді И1/2-міз бар. Енді біз R1/2-ні тауып алайық. R1/2. Екеуі параллель жалғанып тұр. Ол үшін біз не істейміз? R1-ді R2 көбейтіп, R1 плюс R2 деп алғанымыз да есептеп орнына қоя салайық. 3 көбейтілген 6, 3 қосылған 6. 3-ге 6-ны көбейтсек 18, 18 9 қоссек 2 Ом шығып тұр. Енді үшеден кернеуді тауып алайық. У1/2 ол тең параллель жалғанған кезде кернеулер тең болады. У1-ге ол тең У2-ге. Ол тең болады. Так, тең болады бізде. И1/2. И1/2-ні көбейтеміз R1/2-ге. Сонда У1/2-міз. Так, И1/2-міз 3 амперге тең. Ол И3-ге тең деп алдық қой және. 3 ампер көбейтеміз. R1/2-міз 2-ге тең. 2 Омға тең. Сонда общий тең болады екен 6 вольтқа тең. Ал біз және айттық, И1/2-міз ол У1-ге тең, У2-ге тең. Себебі мұны екеуі параллель жалғанған. Сонда У1-міз бар делік, R1-міз бар делік, P1-міз таба саламыз. Сонда P1 тең. У1 бөлінген R1 деп қайтадан жазып қойып. 6 вольт, R1 3 Ом. Тең болады 2 ватт. Келесі номер 5-ші есеп шығарайық. Пәгі 80%. 0,8. Қуаты 600 ватт. Электр шайнегіндегі массасы 4 килограмм. Т1-міз 20 градус Цельсийдан, Т2-міз 80 градус Цельсийға дейін қанша уақыт қыздыру керек? Сының мәні 4200-ге тең. Т' деп алып қояйық. Так, енді пәктің формуласы былай ғой. Пайдалының толыққа бөлеміз. Q пайдалы бөлінген Q толық. Ары қарай ашып жасам. См Т2 минус Т1. П көбейтілген Т'. Енді үшін Т' табамыз. Орындарын ауыстыра саламыз. См Т2 минус Т1. Так, П көбейтілген Эт табылады. Уақытты тап деп тұр. Бізде С дегеніміз 4200 су болғандықтан. Так, массамыз 4 килограмм. Т2-міз 80 минус 20. Қуат бізде 600. Пәк 0,8. Достарды көбейтірек. Сонда 4200 көбейту 4 көбейту 60. Мына жерде 600 көбейту 0,8. Так, қысқартып жүрек. Мына жерде 10-нан береміз. 0,8-ді 10-ға көбейтсек 8. Сонда 4200 4-ге көбейтіп 8-ге бөлеміз. 4200 көбейтем 4-ге тең. Бөлем 8-ге тең. 2100. Тең болады 2100 секунд. Минут қаляндырып жүрек. Бөлем 60-ға. 35 минут деп алуға да болады, бізде. 35 минут. Так, номер 6-шы есепті шығарайық. Қуаты 100 ватт электр шамы бір ай бойы 30 күн тәулігіне 8 сағаттан жаңғанда жұмсалатын энергияның құнын есептеңіз дейді. Қуаты 100 ватт. N тең 30 күн. Т тең болады 8 сағат. 1 киловатт сағат. Ол тең 4 теңгеге. Қанша теңге кетеді? Құнын табамыз. Құнын табамыз. Қанша теңге кететін табамыз ғой. Жұмыс істеген жұмысты табамыз. Тең П көбейтілген Т. Ал енді Т-ны тапқан кезде уақыт бізде 30 күн 8 сағаттан жанып тұрады. Сонда Т тең 30 көбейтілген 8 сағат. Немесе 10 секундқа айландырамыз. 30 көбейтілген 8, 1 сағатта 3600 секунд бар. Сегіз 64 секунд жанып тұрған сонда.
баға тең. Бұмыз 100 ватт. 864, оның 3 дәрежесі дейсайық, секунд. Ол тең 864, көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі джоуль. 1 киловатт сағатымыз 3,6 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуль. Енді былай немен табамыз, е? Яғни 3,6 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуліміз 4 теңге болса, 864 оның 5 дәрежесі джоуліміз неше теңге? Енді x-пен табамыз. 3,6 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуліміз 4 теңге болса, так, мына жерде сөйтіп айтты, 86,4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі деп алсақ, джоуліміз x теңге. Так, енді сонда x-ті табу үшін біз не істейміз? 86,4 10-ның 6 дәрежесі джоульді көбейтеміз. 4-ге бөлеміз 3,6 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоульға. Джоуль мен джоуль қысқарып кетеді, 10-ның 6 дәрежесі қысқарып кетеді. 86,4-ті 4-ге көбейтіп 3,6-ға бөлеміз. 86,4 көбейтем 4-ге бөлем 3,6-ға. Тең 96 теңге шығады екен. 96 теңге. Жауабы құны 96 теңге. Енді келесі 7-ші есепті шығарайық. Тоқ көзінің кернеуі, жалпы кернеу беріліп тұр бізде. 120 вольт. Және R2 кедергіміз 10 омға тең. Электр шайнегі амперметрдің көрсетуі, жалпы тоқ күшіміз 2 амперге тең. Бастапқы температурамыз 4 градусқа тең. Су қанша уақыттың ішінде қайнайды дейді. Яғни соңғы температурамыз 100 градус болады. Так, енді көлемі 0,5 литр су. Пәгіміз 76%. 0,76 деп аламыз. Штрихты табамыз. Қайнау уақыт. Енді бізде бая Q тең болады. Eta тең болады. Q пайдалы бөлінген Q толық. Пайдалымыз CM дельтаты болады. Толығымыз мына жерде қарап отырсақ, мына резистор қосылған, R бар. Сонда I квадрат R1 көбейтілген T штрих деп аламыз. Так, енді қарап отырсақ, бізде R1 жоқ. Осы жерден R1 табуымыз қажет. Ол үшін жалпы кедергіні табылайық. R жалпы кедергіні табу үшін U жалпы кернеуді I жалпы ток күшіне бөліп жүреміз. Сонда жалпы кедергіміз 120 вольтты бөлеміз 2 амперге тең болады 60 ом. Енді бізде тізбектей жалғанып тұр ғой. Сонда жалпы кедергі тең R1 плюс R2. Енді осы жерден R1-ді табу үшін R жалпы кедергіден R2-ні азайтып жүреміз. R1 тауып алайық. Жалпы кедергіміз 60-ға тең. R2-міз 10-ға тең. Тең болады 50 ом. Так, енді мына формуладан мына T штрихты табу алайық. Біз уақыт табу керек. T штрихты табу үшін CM дельта T-ны бөлеміз I квадрат R1 көбейтілген eta. T штрихты табайық. S дегеніміз 4200. Мына жерде 0,5 литр су 0,5 килограммға тең, бірден ала салайық. Дельтатымыз T2 алуты 1-ге тең ғой. 100-ден азайтамыз 4-ті. Бөлінген I квадрат ток күші 2-ның квадраты. Так, R1-міз 50-ге тең. Пәк 0,176-ға тең. Есептеп жүрек. 4200 0,5-ге көбейтсек 2100. 2100-ді 96-ға көбейтейік. 201,600 шығады екен. Так, 2-ның квадраты 4, 4-ті 50-ге көбейтсек 200, 200-ді 0,176-ға көбейтейік.
152 шығады екен. Так, 201.602-ге бөлсек 1326. 1326 секунд. Енді осыны минутқа айналдырып жіберейік. Бөлемін 60-ға. 22 минут болады екен. Жауабы 22 минут.